Сәлеметсіңдер ме оқушыларым? Қазақ тілі сабағы 5-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 6-шы бөлімнің 1-2 сабағы қиял адамға тән қасиет деп аталады. Ой түрткі, жазылым. Бірінші тапсырмада ассоциограмма берген. Қиял дегенде есіңе не түседі деген сұрақ беріліп тұр. Диаграмманы толтыр, жазған сөздердің ішінен өзің қалаған екі сөздің синонимін, антонимін жаз. Оларды кірістіріп сөйлем құра. Енді оқушылар оң жақтағы диаграммаға назар аударайық. Қиял деген кезде біздің есімізге армандау деген сөз түседі. Сонымен қатар елестету, ойлау. Қиял деген кезде санада бейнелеу, ойша жаңадан суреттеу, ертегі деген сөздер есімізге түседі. Енді осы сөздерді диаграммаға толтырып шығамыз. Диаграммаға толтырылған сөздердің ішінен мен армандау және ойлау деген сөзді алдым. Бұл сөздердің синонимін және антонимін жазатын боламыз. Армандау деген сөздің синониміне қиялдау, үміттену дегенді білдіреді. Ал оған қарама-қарсы сөз, яғни антонимі армандамау. Ал ойлау деген сөздің синонимі саралау дегенді білдіреді. Ал антонимі ойлау, ойланбау дегенді білдіреді. Келесі сұрақ, осы сөздерді кірістіріп сөйлем құра дейді. Мен армандау арқылы алға қойған мақсаттарымды міндетті түрде орындаймын. Яғни армандау деген сөзге, келесі ойлау деген сөзге ол дарынды бала. Себебі ойлау қабілеті өте жоғары. Мінекей осындай сөйлемдерді құрауға болады. Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі айтылым 2-ші тапсырмада сұрақтарға жауап бер деген тапсырма берілген. Бірінші сұрақ, қиял, қиялдау сөздерінің мағынасы қандай? Қиял, қиялдау сөздерінің мағынасы адамның армандап, оның елестетуі деген мағынаны білдіреді. Келесі, қиял мен арман сөздерінің арасында қандай ұқсастық пен айырмашылық бар деп ойлайсың? Ең алдымен қиял мен арман сөздерінің арасындағы ұқсастықты айтайық. Арман қиялдың ерекше түрі. Қиялда, арманда, яғни екеуде адамның ойлау қасиетіне жатады. Сондықтан екеуде ұқсас болып келеді. Келесі, қиял мен арман сөздерінің арасындағы айырмашылық. Арман ол сенің өзіңнің қалайтын бір затың немесе басқа қалаға қыдырғың келетін қалауың. Сен оны қалайсың және сол арманға жеткің келіп тұрады. Ал қиял дегеніміз ол ғажайып заттар деген мағынада береді. Яғни бұл өмірде болмайтын зат немесе бейне. Бұны қиял деп айтады. Екеуінің айырмашылығы осында. Яғни арманды көзге көріп, немесе қалаған бір затыңды алып, бір жерге қыдырғың келетін қалауың. Ал қиял дегеніміз бұл өмірде жоқ зат. Оны сен санаң арқылы бейнелей аласың. Сондықтан екеуінің айырмашылығы осында. Келесі 3-ші сұрақ. Кімді қиялшыл деп санайсың? Неге? Негізі ақын жазушылар қиялшыл болып келеді. Әсіресе ертегі жазатын адамдар өте қиялшыл. Себебі олар көп нәрсені ойдан құрастырып қиялдайды. Сондықтан олар қиялшыл болып келеді. 4-ші сұрақ. Қиял ғажайып ертегі дегенді естідің бе? Егер естісең, оның кәдімгі ертегіден қандай айырмашылығы бар дейді. Кәдімгі ертегілер шыншыл оқиғаларға негізделсе, ал қиял ғажайып ертегілерде ойдан шығарылған қияли оқиғалар, заттар көп кездеседі. Кәдімгі ертегіден айырмашылығы осында. Мысалға ұшқыш кілем, тоқпақ, асты пісіретін қазан, тағы басқалары қиял ғажайып ертегілерде кездеседі. Келесі оқылым, айтылым. 3-ші тапсырмада өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Ақын өлеңіндегі негізгі ойды анықта, арман мен қиялдың айырмашылығы туралы өз ойыңды айт. Мәтіннен туынды сөздерді тауып, олардың қалай жасалып тұрғанын түсіндір дейді. Ал енді оқушылар өлеңді мәнерлеп оқиық. Адам сірә бақытын місе еткен бе? Армандайық, армансыз кісі өткен бе? Байламы жоқ бақытқа құлдық ұрмай, не жетсін арман қуып сеткенге. Көңілімізді бақытпен алдандырып, арман қуып келеміз, арман қуып. Арман барда арманға тоқтау бар ма? Жан бар мекен арманға салған құрық. Авторы Мұқағали Мақатаев. Өлеңді мәнерлеп оқыдық. Енді ақын өлеңдегі негізгі ойды анықта дейді. Ақын өлеңдегі негізгі ой ол армандау жайлы. Келесі сұрақ. Арман мен қиялдың айырмашылығы туралы өз ойыңды айт. Арман мен қиялдың айырмашылығы. Арман ол сенің өзіңнің қалайтын бір затың немесе қыдырғың келетін қалауың. Мысалы, телефон немесе ұнататын киімді сатып алуды, саяхаттауды армандауға болады.
Келесі қиял мен айырмашылығы. Қиял ол ғажайып заттар деген мағынада. Яғни бұл өмірде болмайтын зат немесе бейне. Мысалы, мультфильмдегі қаншайым болу, өрмекші адам кейіпкері болғысы келу жатады. Мінекей осындай мысалдармен екеуінің айырмашылығын анықтауға болады. Келесі тапсырма. Мәтіннен туынды сөздерді тауып, олардың қалай жасалып тұрғанын түсіндір дейді. Бізде өлеңдегі туынды сөздер ол құлдық және тоқтау деген сөздер. Құл деген зат есімге, яғни түбірге дық жұрнағы жалғану арқылы бұл зат есімнен зат есім тудырушы сөз болып табылады. Келесі тоқтау деген сөзде тоқта деген сөзге етістікке тұйық етістігінің жұрнағы жалғанып заттық атау беріп тұр, яғни тоқтау. Әрі қарай жалғастырамыз. Тыңдалым. 4-ші тапсырмада мәтінді тыңдап, төмендегі тапсырмаларды орында. Яғни мәтінді аудио тыңдалым арқылы тыңдап аламыз және төмендегі тапсырмаға назар аударайық. Жазылым, айтылым. 5-ші тапсырмада тыңдалған мәтіннен адам бойындағы қасиеттерді білдіретін сөздерді жазып ал. Мәтінде қандай туынды сөздер бар? Олардың қандай жолмен жасалып тұрғанын айт. Мәтіндегі адамға тән қасиеттері: қиял, елестету, мақсат, қызығушылық, шығармашылық, қиялдау, ерік-жігер, арман деген сөздер. Осы сөздерді жазып аламыз. Келесі мәтіндегі туынды сөздер: ойша, қызығушылық, шығармашылық, сыйлы, алдағы, өзгерту, тәрбиелейді, елестету. Бұл туынды сөздердің барлығы да жұрнақ жалғану арқылы жасалған. Келесі бізде айтылым. 6-шы тапсырмада сұрақтарға жауап бер деген тапсырма берілген. Бірінші сұрақ: мәтінде не туралы айтылды? Мәтінде қиял туралы айтылды. Келесі: мәтінге қандай ат қояр едің? Неліктен дейді. Мәтінге қиял адамға тән қасиет деген тақырып қойдым. Себебі тақырып мәтінге сәйкес келіп тұр. Келесі сұрақ: заттар мен құбылыстардың бейнесін ойда қайта жаңғыртып, өңдеу, ойша өзгерту деген сөйлемнің мағынасын қалай таратып түсіндірер едің дейді. Заттар мен құбылыстардың бейнесін ойда қайта жаңғыртып, өңдеу, ойша өзгерту деген сөйлемнің мағынасы көз алдындағы бейнені елестетіп, ойша олардан өзгеше, ерекше жаңа бейне жасау дегенді білдіреді. Мінекей осылай түсіндіруге болады. Келесі сұрақ: қиял адамға ғана тән қасиет пе? Неге? Иә, қиял адамға ғана тән қасиет. Себебі тіршілік иелерінің ішінде адам ғана қиялдай алады. Келесі сұрақ: адамның қиялы мен ерік-жігерінде қандай байланыс болуы мүмкін? Адамның қиялы ерік-жігеріне байланысты болады. Сондықтан олар бір-бірімен байланысты. Және соңғы сұрақ: мәтіннен өзің қалаған бір сөзді таңдап, оның айтылуы мен жазылуындағы айырмашылықты түсіндір. Бізде кесте берілген. Кестеде сөздің жазылуы және оның ережесін айтуымыз қажет. Мен құбылыстар деген сөзді таңдап алдым. Бұл құбылыстардың айтылуы құбылыстар. Яғни Б дыбысынан кейін О дыбысы келеді. Ал оның ережесіне келетін болсақ, бірінші буындағы еріндік О, яғни Қ деген сөздегі О дыбысы екінші буындағы Б әріпінен кейін Ы дыбысын өзіне ұқсатып тұр. Сондықтан бұл құбылыстар деп естіледі. Келесі тілдік бағдар. Тақырыбы сөз таптары. Сөз таптары қазақ тілінің терминдер жүйесін жасаған, қазақ тіл білімінің негізін қалаған Ахмет Байтұрсынұлы енгізген термин. Тілдегі сөздер де адамзат қоғамы сияқты өз ішінде бірнеше таптарға бөлініп, бір-біріне бағынып, бірімен бірі байланысып, іштей аралас құралас болып жатады. Кейбір сөздерге сөз тудырушы жұрнақтар жалғанып, сол сөздер бір сөз табынан екінші бір сөз табына ауысатында жағдайлар кездеседі. Сөздер де сол секілді араласа жүріп, адамның ойын білдіреді. Бірақ тілдегі барлық сөз нақты бір белгілеріне қарай бір сөз табына жатады. Ол қандай белгілер? Қарап көрелік. Бірінші: бір сөз табына енетін сөздің барлығы бірыңғай ұғымдарды білдіреді. Мысалы, зат есім болатын сөздердің әрқайсысы заттың, құбылыстың, ұғымның атын білдіреді. Мектеп, ақыл, тәңір, ереже, аяру, тұмар. Екінші: бір сөз табына енетін сөздердің барлығы бір сұраққа жауап береді. Зат есімдер кім, не, сын есімдер қандай, қай, етістіктер не істеді, не қылды және тағы басқа. Үшінші: бір сөз табына енетін негізгі түбір сөздер бірдей сөйлем мүшесі қызметін атқарады. Мысалы, зат есімдер негізден бастауыш, толықтауыш қызметін атқарса, етістіктер баяндауыш қызметін атқарады.
Төртінші, бір сөз табына жататын сөздерге бірдей қосымшалар жалғанады. Оны сөз табының түрленуі деп атайды. Мысалы, зат есімдерге көптік, септік, тәуелдік жалғаулары жалғанса, сын есімдерге шырай жұрнақтар жалғанады. Міне осы төрт белгісіне қарай сөздер 9 сөз табына бөлінеді. Мінекей оқушылар көріп тұрғандарындай төменде кесте берілген. Бұл кестеде сөз таптарының өзара байланысы берілген. Яғни барлығы да бір-бірімен байланысты. Бірінші зат есім, екінші сын есім, одан кейін сөз табы сан есім берілген. Есімдік, етістік, үстеу, еліктеу сөз, шылау және одағай. Яғни барлығы бізде 9 сөз табы бар. Осы 9 сөз табы олар өзара бір-бірімен байланысты болып келеді. Әрі қарай жалғастырамыз. Жазылым 7-ші тапсырма. Суретке қарап, тәтті қиял тақырыбына 80-100 сөзден тұратын шағын мәтін құрап жаз. Мәтінде көп мағыналы, ауыспалы мағыналы сөздерді қолдан. Яғни бізде мына жерде сурет берілген. Осы суретке байланысты біз тәтті қиял тақырыбында мәтін жазуымыз қажет. Бұл суретте космонавт бала берілген. Ол өзінің қиялдауы арқылы аспан әлеміне саяхат жасады. Осы туралы мынадай мәтін құрауға болады. Тақырыбы тәтті қиял. Асқар бүгін түнгі ұйқыға жатар кезде біразға дейін қиялдап жатты. Ол қиялында аспанға ұшып, санында шек жоқ жымыңдаған жұлдыздарды тамашалап тұр. Жеті қарақшыны да көзі шалып қалды. Үстінде ғарышкердің арнайы киімі бар. Іштей тамсанып, планеталардан көзін алар емес. Ол Меркурийді, шолпанды, қызыл жұлдызды, есек қырғанды, қоңыр қайды, уранды, Нептунды және жер серігі айды да көрді. Жердің домалақ шарға ұқсайтынын және жерді алақандағыдай анық көріп тұрды. Алыстан жерге қол бұлғап та қояды. Мен ғарышта жүрмін деп те айқайлап қояды. Әр көріністің басын бір шалып жатып, тәтті қиялмен ұйқыға кетті. Бұл мәтінде көп мағыналы және ауыспалы сөздер қолданылды. Ауыспалы сөздерге жымыңдаған жұлдыздар, алақандағыдай анық деген сөздер қолданылды. Ал көп мағыналы сөздерге көзі, басы деген сөздер жатады. Келесі оқылым 8-ші тапсырмада мәтін берілген, мәтінді түсініп оқы. Адамдардың қиялдауына тән кейбір ерекшеліктер бар. Бірінші, адамның қиял ерекшеліктері оның жеке қызығушылығы мен қасиеттеріне, алдына қойған мақсатына байланысты болады. Мысалы, ыстық күнде салқын суды аңсап шөлдеген жолаушының қиялы мен сабаққа дайындалмай келгендіктен мұғалімнің көзіне түспей құтылып кетуді ойлап тұрған оқушының қиялын салыстырып көруге болады. Екінші, қиялдың әртүрлі болуы адамның жас және дара ерекшеліктеріне де, білім тәжірибесіне де байланысты. Мәселен, көргені де, түйгені де көп. Өмір тәжірибесі мол, білімді ересек адамның қиялы мен енді ғана айналасына көз салып, дүниені тануға ұмтылған жас өспірімнің қиялын салыстырып, бағалауға болмайды. Үшінші, қиял адамның өскен ортасына, ұлттық ерекшелігіне, табиғат, жер су қоршауына байланысты да көрініп отырады. Жаратылыстың құшағында деп жазады Мағжан Жұмабаев. Меруерт себілген көк шатырдың астында, қош иісті жасыл кілем үстінде, күнмен бірге күліп, түнмен бірге түнеп, желмен бірге жүгіріп, алдындағы малмен бірге өріп, сары сайран далада туып өсетін қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір, терең болуға тиісті. Бұл адам және әлем кітабынан алынған мәтін болатын. Келесі жазылым 9-ші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құрып жаз, ол үшін мәтіндегі әр бөлікке тақырып қой. Тақырыптың тұсына сол бөліктің ішіндегі тірек сөздерді жаз. Тірек сөздердің үндестік заңына сәйкес келу ерекшелігін түсіндір. Есте сақта, жазбаша тілде орфографиялық ережені сақтау қандай қажет болса, ауызша сөйлеу кезінде орфоэпиялық заңды сақтап сөйлеу де сондай маңызды болып саналады. Енді мәтін бойынша жоспар құрайық. Бірінші бөлік бойынша қиял ерекшеліктері деген тақырып қойға болады. Ондағы тірек сөздер жеке қызығушылық, қасиеттері, мақсат, жолаушы және мұғалім деген сөздер. Ал екінші бөлік бойынша тақырып қиялдың әртүрлілігі деп қоюға болады. Ал ондағы тірек сөздер жас ерекшелігі, білім, тәжірибенің маңызы, өмір тәжірибесі, білімді ересек адам және жас өспірім деген сөздер. Ал үшінші бөлік бойынша қоршаған ортаның қиялға әсері деген
тақырыпты қоюға болады. Ондағы тірек сөздері қиял, орта, ұлттық ерекшелік, табиғат, жер, су, туып өсетін деген сөздер осы тірек сөздер болып саналады. Енді келесі тапсырма осы тірек сөздердің үндестік заңына сәйкес келу ерекшелігін түсіндір дейді. Бізде үндестік заңы буын үндестігі және дыбыс үндестігі деп екіге бөлінеді. Сол бойынша біз сәйкес келу ерекшелігін түсіндіретін боламыз. Қасиеттеріне жасөспірім деген сөзде буын үндестігіне бағынбай тұр. Себебі сөзде жуан дауысты дыбыс та, жіңішке дауысты дыбыс та бар. Қасиеттеріне деген сөзде а әріпі жуан дауысты дыбыс болса, и, е, әріптері жіңішке дауысты дыбыс. Яғни бұл буын үндестігіне бағынбай тұр. Және дәл сондай сияқты жасөспірім деген сөзде а әріпі жуан дауысты дыбыс болса, әріптері жіңішке дауысты дыбысқа жатады. Келесі мұғалім деген сөз. Бұл да буын үндестігіне бағынбай тұр. Себебі басқа тілден енген сөзде дауысты дыбыс та, жіңішке дауысты дыбыс та бар. А деген жуан дауысты дыбысқа жатса, жіңішке дауысты дыбысқа жатады. Яғни буын үндестігіне бағынбайды. Келесі қызығушылық, қызығушылығы, ерекшелік, ерекшелігі деген сөздер. Бұл жерде қатаң к дыбысына біткен сөздерге дауысты дыбыстан басталған қосымша жалғанғанда түбірдегі қатаң дауыссыз дыбыс ұяң дауыссыз дыбысқа айналады. Сондықтан бұл сөздер үндестік заңына бағынбай тұр. Келесі жер, су, туып өсетін деген сөздері. Бұл да буын үндестігіне бағынбай жасалынатын күрделі сөздер жатады. Себебі е жіңішке дауысты дыбыс болса, у жуан дауысты дыбыс. Яғни күрделі сөздерден құралған сөздер болып табылады. Дәл сондай у деген жуан дауысты дыбыс болса, е деген жіңішке дауысты дыбысқа жатады. Сол себепті бұл күрделі сөздер буын үндестігіне бағынбайды. Әрі қарай жалғастырамыз. Жазылым 10-шы тапсырма. Оқыған мәтін мазмұны бойынша төмендегі кестеде берілген қиялдың ерекшелігі мен мысалының сәйкестігін тексер. Оларды сәйкестендіріп, себебін түсіндір. Қарамен жазылған сөздер мен сөз тіркестеріне сұрақ қой. Олардың қай сөз табына жататынын айт. Осы сөздердің синонимдерін, антонимдерін тап. Ал енді оқушылар тапсырмаларға назар аударайық. Төменде бізде кесте берілген, кестеде қиялдың ерекшелігі және мысал берілген. Бұл жерде қиялдың ерекшелігі мен мысалда мәтінде кездесетін мәтін мазмұны бойынша сөздер бар. Осы сөздердің біз сәйкестігін тексеруіміз қажет. Бірінші, адамның қиялы оның қызығушылығы мен қасиеттеріне, мақсатына байланысты. Оған сәйкес келетін мысал, алға қойған мақсатты жоспарлап, жүзеге асырудың жолдарын іздестіру қиялсыз мүмкін емес. Екінші, адамның жас және дара ерекшелігіне де, білім тәжірибесіне де байланысты. Бұл сөзге сәйкес келетін мысал, ересек адамның қиялы мен айналасын енді тани бастаған жасөспірімнің қиялын салыстырып бағалауға болмайды. Келесі, үшінші, қиял адамның өскен ортасына, ұлттық ерекшелігіне, табиғатқа байланысты деген мәтіндегі сөзге мынадай мысал сәйкес келеді. Сары сайран далада туып өсетін қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір, терең болуға тиісті. Енді оқушылар осы мәтіндегі қарамен жазылған сөздер мен сөз тіркестеріне сұрақ қой дейді. Және олардың қай сөз табына жататынын айт. Қарамен жазылған сөздер мыналар. Қиялы несі деген сұрақ қоямыз, бұл зат есім. Келесі жас, қандай деген сұрақ қойылады, бұл сын есімге жатады. Одан кейін қарамен жазылған сөз білім, бұған не деген сұрақ қоямыз, бұл зат есімге жатады. Ұлттық, қандай деген сұраққа жауап береді, сын есім сөз табына жатады. Сайран дала, қандай деген сұраққа жауап береді, демек сын есімге жатады. Одан кейін жүйрік деген сөз, бұл қандай деген сұраққа жауап береді, сын есімге жатады. Келесі қарамен жазылған сөз өткір. Бұл да қандай деген сұраққа жауап береді, сын есім сөз табынан. Одан кейін ересек. Қандай деген сөзге жауап береді, бұл да сын есім сөз табына жатады. Жасөспірімнің, кімнің, сын есімге жатады. Одан кейін соңғы табиғатқа деген сөз неге деген сұраққа жауап береді, бұл істеуге жатады. Келесі айтылым полилог. 11-ші тапсырмада кімнің жады мықты деген тапсырма берілгене, топқа бөлініңдер, мәтінді бөліктерге бөліп алып, тағы бір рет оқыңдар. Әркім өзінің оқыған бөлігі бойынша түсінгенін айтады. Қай топтың оқушылары дұрыс айтса, сол топ жеңеді. Ал енді ойынымызды бастаймыз. Кімнің жады мықты? Енді топқа бөлініп, мәтіннің бөліктерін бөліп алып, тағы да бір рет оқып аласыңдар. Енді бірінші топ бойынша мынадай өзінің түсінгенін айтады.
Қиял бұл өзіндік ойларын өзгерту болып есептеледі. Ол әркімде әртүрлі болады. Мысалы, дүкеннен ыстық бәлішті көріп, қарны ашып, жегісі келу бұл қиялға жатады. Келесі екінші топ айтады. Қиял әртүрлі болады. Адамның жас және дара ерекшеліктері білім тәжірибесіне байланысты. Мысалы, түйген көргені көп, білімді ересек адамның қиялын дүниені тануға ұмтылған жасөспірімнің қиялымен салыстыруға болмайды. Келесі үшінші топ айтады. Қиял адамның өскен ортасына, ұлттық ерекшелігіне, табиғатына байланысты көрініп тұрады. Күнмен бірге күліп, желмен бірге жүгіріп, далада туып өскен қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір, терең болуы тиіс. Бұл жерде енді барлық топта өздерінің түсінген ойларын жеткізсе, онда барлығы да жеңіске жетті деп есептеледі. Сондықтан оқушылар өздерінің түсінгендерінді нақты жеткізуге тырысу қажет. Келесі айтылым диалог 12-ші тапсырма. Аквариум. Оқылым мәтіндегі Мағжан Жұмабаевтың пікірін негізге алып, төмендегі диалогты әрі қарай жалғастырыңдар. Сынып қай жұптың диалогы қызықты, сәтті шыққанын анықтасын. Үлгі ретінде бұрынғы кезде өмір сүрген қазақ баласының қиялына қоршаған табиғат әсер етуі мүмкін бе? Әрине мүмкін. Егер мүмкін болса, оның себебі не? Яғни әрі қарай диалогты жалғастыруымыз қажет. Егер мүмкін болса, оның себебі не? Оның себебі меруерт себілген көк шатырдың астында, хош иісті жасыл кілем үстінде. Далада туып өскен қазақ баласының қиялы қандай болуға тиіс? Желмен бірге жүгіріп, далада туып өскен қазақ баласының қиялы жүйрік болады. Сары сайран далада туып өсетін қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір, терең болуға тиісті деген пікірді айтқан кім? Пікірді айтқан Мағжан Жұмабаев болатын. Мінекей оқушылар осындай диалогты өздерінде әрі қарай жақсы етіп, қызықты етіп құрастырсаңдар болады. Келесі жазылым 13-ші тапсырма. Сөз орда деп аталады. Шарты 4 топқа бірігіп, бірнеше тапсырма орындаңдар. Қиял тақырыбына байланысты туынды сөздерді жазыңдар. Бірінші, біріккен сөзден жасалған термин сөздерді жазыңдар. Екінші, жұрнақ жалғану арқылы жасалған адам бойындағы қасиет атауларын жазыңдар. Үшінші, тақырыпқа қатысты қос сөздерді жазыңдар. Талаптар. Тапсырмалар топтық жарыс түрінде өткізіледі. Әр тапсырманы орындауға 2 минут беріледі. Топтар бірін-бірі бағалайды. Сөз орда. Бірінші топ туынды сөздерді айтады. Шексіз. Шек деген сөзге сіз жұрнағы қосылып, шексіз деген туынды сөз шығып тұр. Келесі өздік. Сыртқы дүние, саналы, ерекшелік. Келесі екінші топ біріккен сөздерді айтады. Сөз жасам, килограмм. Келесі үшінші топ жұрнақ жалғану арқылы жасалған адам бойындағы қасиет атауларын жазу қажет. Қияли, ізгілікті, арманшыл, бақылағыштық, әдепсіз, тәрбиелі, өнерлі, қабілетті, ерекшелік деген сөздер жазылады. Енді келесі төртінші топ қос сөздерді жазуы қажет. Қос сөздерге күш қуат, ой өріс, бір-бірімен деген сөздер жатады. Енді осы жазылған сөздер бойынша тапсырмаларды орындап болғаннан кейін топтар бірін-бірі бағалауы қажет. Ой таразы, жазылым. 14-ші тапсырмада бүгінгі сабақта не білдің? Өз ойыңды 5 сөйлеммен түйіндеп жаз. Бүгінгі сабақ барысында қиял деген не екенін білдім. Қиял дегеніміз адамның шексіз ой екен. Қиял мен арман ұқсас болып келеді. Себебі екеуі де бір ойдан туындайды. Ал олардың айырмашылығы қиял шын өмірде жоқ бейне болса, ал арман көзге көрінетін заты қалау немесе саяхатты армандау. Армансыз адам болмайды дер едім. Осымен біздің бүгінге берілген сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.